Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен YouTube каналымда керемет болып шығатын икра салатының құрамымен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін көріп, қолдап отырыңыздар. Ең алдымен табамызды отымызға қойып, астын қыздырып аламыз. Май құйып, пиязымызды тураймыз. Пиязды видеода көріп тұрғандарыңызға етіп, барынша жеңішке етіп турағандарыңыз дұрыс. Сонда тез қуырылатын болады. Майымызға пиязымызды салып, және де бір сарымсақ жетеді. Менде шамамен мына жерде үлкен сарымсақ. Бұны да салып, жақсылап пияз екеуін қызарғанша қуырып аласыздар. Шамамен 4-5 минуттай қуырғаннан кейін енді үстінен болгарскийімізді саламыз. Бұны да ұзынша етіп, жеңішке етіп турап аласыздар. Шамамен 3-4 минуттай қуырып аласыздар. Одан соң үстінен баклажанымызды саламыз. Баклажанды ортасынан жарып, осылай турап алсаңыздар, салатта әдемі болып көрінеді. Шамамен осылай 7-8 минуттай толық қуырып алғаннан кейін енді помидорымызды турап аламыз. Помидорды да ортасынан жарып, осылай ұзын жеңішке етіп турасаңыздар, салатта әдемі көрінетін болады. Енді помидорымызды салып, жақсылап осылай араластырып отырып қуырасыздар. Помидорды салғаннан кейін су құюды қажет етпейді. Помидордың өзінің су шығады. Егер де сулы болғанын қаласаңыз, көп емес, шамамен 4-5 ас қасық су құйсаңыздар жетеді. Енді татымына қарай, әркім өзінің қалауларына қарай кез келген приправаны қолданса болады. Маған бірақ олай ұнамайды. Тұз, қант және де қызыл бұрыш, лавр жапырағын салып, жақсылап барлығын араластырып аласыздар 3-4 минуттай. Ал қантты неге қосты десеңіздер, помидор және де баклажаным шамалы қышқыл дәм беруі мүмкін. Сол үшін кішкене қант қосып жерсеңіздер, қышқылдығын білдірмей жібереді. Барлығын жақсылап араластырып алып, осылай отымыздың астын орташа жай отқа қойып, бетін жауып 15 минуттай тындырып қоясыздар. Салатымыз дайын болғанша бетіне әсемдеу үшін осындай укропты турадым. Енді ол өздеріңіздің қалауларыңызға қарай укропты турамай қойсаңыздар да болады. Мен енді әсемдігі ретінде әрі кішкене дәм беретін болғаннан кейін укропты бетіне септім. Немесе қуырып жіберсеңіздер де болады, енді ол өз қалауларыңызға қарай. Салатымыз дайын болды. Бір жасағаннан-ақ керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қолдап қойыңыздар. Қоңырауша белгісін де басып қойыңыздар. Жаңа видеоларым шықса, сіздерге бірден көрінетін болады.